сиздермен роддомго керектүү заттармен бөлүскүм келип тур. Өткөн алдын опроста калдырганда роддомго кийим жыйнайтындарыңыз да бар экен, және де распаковка жасайык дегендериңиз де бар экен. Менде экинчи жүктүүлүк болгондон кийин эң керектүү деген заттарды алдым. Сол себептен сиздермен бөлүскүм келип тур. Кеттик, соңуна дейин караңыздар. Постка жаздым. Опрос боюнча сиздерге распаковка жасап көрсөтөйүн деп жатырмын. Ага эң керектүү деген заттарды алдым. Бупетайдан баштайм. Бупеге міне осындай ползункелер алдым. 4 штук алдым. Экөөү жука, экөөү калындау. Роддомго алып кететін боламын. Солай алгандарыңыз дұрыс, өйткені қалың да жукасы да керек болады. Мыналар распашонка тоже 2 штуктан алдым. 2 қалын, 2 жукында шапкалар. Міне мында 2 жука, 2 қалың шапка алдым. Балапанга кийгизүүгө. Баланын кийимдери осы роддомго алып кететін. Үйгө келгенден кейін өзүңүз башка кийимдер ала берүүгө болады. Ал мында пеленкалар. Алдында мата алып, Адикошка постельный набор төктүм. И мен пеленканы таш коюп берем. Нечеге тура тур, казыр айта алайын. Пеленкаларды сатып алган жокмун, мата алып, Адикош экөөүнө, Адикошка постельный набор алдында айткан болатмын, сону тыктым. И калганынан осындай пеленкалар жасап алдым, өзүм тигип. Мында негизи 4 калың, 4 жукасы бар. Мен роддомго 2 калың, 2 жука пеленка алатын боламын. Мындай бир одеял керек болады. Тугандан кийин баланы урауга. Мына унутпаңыздар, бул керек болот. Мен өйткөнү Адикошто босанган кезде одеял алып бармаганмын. Мага катты керек болду. Бирок айында роддомдо өздеринин заттары бар ғой. Сонда да өзүңүздүн заттарыңызды алып баргандарыңыз дурус. Енді маған керекті заттар, ол мындай тапочка, міндетті түрде керек. И мындай халатымен сорочкалар алдым. Халатымен алгандарыңыз дұрыс. Одан кейін керегі бізге сухой салфетка, бумасы болса жарайды. И влажный салфетка, ол өзіңізге де балаға да керек болады. Жақсысын алгандарыңыз дұрыс. Фотолма. Одноразовый пеленкалар аптекада сатады. Міндетті түрде керек болады. Прокладкалар негізінде 2-3 жарайды, бірақ енді жағдайыңызға қарай, одан да көбейтіп, азайтып ала берсеңіздер болады. Міне барлығы осы. Осының бәрін сумкаға салып, дайындап қоюым керек. Және де алмаған заттарым міндетті түрде газдалмаған су керек. Тағы да не ұмыттым? Мамашалар маған жазып кетіңіздер, бөлісе кетіңіздер. Аман есен бауырымызға алайық балапанымызды.